Армысыз ағайын. Біз ары қарай жалғастыра береміз өзіміздің әңгімелерімізді. Мына келген бәлекеттен қалай құтылу жолдарын қарастыруымыз керек міндетті түрде. Өйткені жағдай барған сайын ушығып бара жатыр. Билік басындағыларға ешқандай сенім жоқ. Олардың іс-қимылын мен қазір сипаттамаймын, бірақ тек айтарым, ештеңе күтпеңіздер. Құтылу жолдары тек өз қолдарыңызда. Үлкен саясат жүруде қазір адамзат, бұл тек қазақтарға қатысты емес, бәріне қатысты, бүкіл адамзатқа қатысты. Үлкен саясат жүріп жатыр. Сондықтан әлде көп нәрселер болады жаман жағынан. Сондықтан дайын болу керек. Менің енді айтарым бұл жөнінде. Қазір осы жағдайға қатысты дәрі, дәрмек, әртүрлі қорғаныс құралдарына өз болмаңыздар. Оның көпшілігі біріншіден зиян, өйткені олардың көбі пайда емес, кеселін тигізетін арнайы істелінген нәрселер. Екіншіден, олар көмектеспейді. Себебі қанша қорғансаң да, ешқандай қорғаныш саған көмектеспейді. Саған көмектесетіні сенің ішкі дүнияң, сенің иммунитетің, сенің денсаулығың өзі қаншалықты мықты, сол көмектеседі, соған байланысты бәрі. Сондықтан иммунитетті жақсарту керек. Иммунитетті жақсарту үшін біріншіден дәрі-дәрмектен аулақ болу керек. Қорқыныш үрейден аулақ болу керек. Және көбірек таза ауада болыңыздар. Көбірек мына демалу жаттығуларын жасаңыздар. Қазір интернетте көп, менің де каналымда бар. Ол туралы жаттығулар қалай істеу болатынын, соларды жасаңыздар. Солармен айналысыңыздар. Кәдімгі жұмыс қылып істеу керек. Бәрібір карантин қазір, көбінде жұмыс жоқ, сабақ жоқ. Үйде отырсыңыздар. Сондықтан соны жасау керек. Көбірек таза ауада болыңыздар. Қандай мүмкіндік бар таза ауада жүруге, соның бәрін пайдаланып, үйде жатпаңдар, әсіресе кондиционерді құшақтап. Далада болыңыздар. Аурудан құтылудың ең басты мәселесі, тағы да айтайын, ең басты мүмкіндігі ол иммунитетіңді көтеру. Ауырмау керек сендерге. Денсаулықты дәрі-дәрмекпен емес, табиғи жолмен жеу керек. Дәрі-дәрмектен қашыңыздар. Әртүрлі мына сақтау құралдарынан қашыңыздар мүмкіндігінше. Көмектеспейді ештеме. Тиетін ауру бәрібір тиеді. Бірақ иммунитетің мықты болса, тигеннің өзінде де ештеңе істей алмайды ол. Біріншіден, екіншіден, көп жағдайда тие алмайды да, өйткені иммунитет оны жібермейді. Сондықтан өздеріңіздің денсаулықтарыңызды нығайтыңыздар. Дәрі-дәрмекпен емес. Дәрі-дәрмектің ішінде қазір көп жағдайда олар тек уақытша көмектесетін дәрі-дәрмектер. Бірнеше ай мүмкін көмектесетін болар. Жақсы болғандай болады, сондай әсер береді. Бір түрлі тәуір болғандай боласың, бірақ шындығында ол сені құртай береді ары қарай. Сосын әбден былай сыртың бүтін, ішің түтін болады. Әбден бәрін құртып, бүкіл өкпең бәрін ерітіп болған кезде сен 1-2 күннің ішінде өтіп кетесің. Сондықтан дәрі-дәрмекке сенбеңіздер. Қазіргі істелініп жатқан шаралардың бәрі адамға қарсы шаралар істелініп жатқан. Үкімет тарабынан болсын, басқа жерде болсын, ол тек қана тағы да айтам, қазаққа қатысты емес, бүкіл дүние жүзінде болып жатқан нәрсе ол. Бәрі алдын ала ұйымдастырылған жоспар бойынша жүріп жатыр. Сондықтан біздің басты мақсатымыз бұл жерде қазір тірі қалу, аман қалу. Ол үшін сол дәрі-дәрмектен қашыңыздар. Барлық мүмкіндік жасаңыздар дәрі-дәрмекті қолданбауға. Иммунитетті көтеріңіздер. Таза ауа, таза тамақ, қолдың тамағы үйдегі. Бақшадағы, дачадағы жеміс-жидек, көкөніс, жеміс, таза ет, таза қолдан істелінген үйдегі нәрсе мүмкіндігінше. Барлық табиғи тамаққа көшіңіздер мүмкіндігінше. Таза ауада көбірек болыңыздар. Демалу жаттығуларын жасаңыздар. Әртүрлі тәсілдері бар. Көп интернетте де толып тұр, қарап, іздеп тауып алыңыздар. Менің каналымда да ондай жаттығулар бар. Егер ұнаса, ұнамаса, басқа да тауып алады. Интернетте қазір көп, сонымен айналысыңыздар.
иммунитеттеріңізді көтеріңіздер. Болды, басқа нұсқасы жоқ. Аман қалу керек қазір. Қазір күн өткен сайын ушыға береді жағдай. Соған дайын болыңыздар. Ештеме де жақсы жаққа қарай өзгермейді қазір. Тап қазір. Осы алдымыздағы 4-5 айдың ішінде көп жағдай өзгереді жаман жағына қарай. Содан кейін барып қана мүмкін жағдай жақсарады. Бірақ оған дейін қазіргі біздің басты мақсатымыз тірі қалу керек. Аман есен шығу керек осы қазіргі неден. Осы мына жамандық толқынынан аман шығуымыз керек. Сондықтан өздеріңіз күтіңіздер. Рахмет. Аман болыңыз, ағайын, аман болыңдар.